Бүгін қаламызда заманымыздың заңға жазушысы Мұхтар Омарханұлы Әуезовтың 25 жылдық мерейтойы аталып өтілуде. Жиын ең алдымен Әуезов алаңында орналасқан жазушы ескерткішіне гүл қою рәсімінен басталды. Салтанатты жиында Абай облысының әкімі Нұрлан Ұранхаев, қоғам қайраткерлері және қала тұрғындары гүл шоқтарын қойып, Мұхтар Омарханұлы ескерткішіне тағзым жасады. Іс-шараға Абай ауданынан арнайы қонақтар да қатысты. Бүгін Шәкәрім университеті Абай облысы әкімдігімен бірлесе отырып, заманымыздың заңға жазушысы Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің 25 жылдық мерейтойын халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы аясында өткізуде. Сегодня здесь собрались ученые, представители интеллигенции со всей республики, чтобы защитить свои доклады о многогранном творчестве Мухтара Әуезова, а также раскрыть и проанализировать его произведения. Конференция жұмысы Шәкәрім университетінің басқарма төрағасы, ректор, филология ғылымдарының докторы профессор Бауыржан Ерденбековтің алғы сөзімен басталды. Бұл той, бұл күн жақсысын ардақтаған барша алаш жұртының мерекесі. Бөрлі қыстауының маңындағы аяқ қарағанда осыдан 125 жыл бұрын туған нәресте түркі әлемінен асып, жер жаһанға маңдай жатырған тұлға болып танылды. Әуезовсіз қазақ әдебиетін елестету қиын, мүмкін емес. Жаңадан құрылған Абай облысында, Шәкәрім шаңырағында, өзі сіздер отырған осы Шәкәрімнің ұшанық конференцияларында қазақтың әдебиеті мен мәдениетіне өзіндік үлес қосып келе жатқан айтулы тұлғалармен қауышқанымызға біз бек қуаныштымыз. Сонымен қатар ұйымдастыру комитеті атына Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбектен, өзге де депутаттар Қазақстан және шетелдік жоғары оқу органдарынан құттықтаулар келіп түсті. Бәріміз білетіндей, Мұхтар Омарханұлы қазақ әдебиетінің шыңында тұрған классиктердің бірі әрі бірегейі. Қалдырған мұраларының тәрбиелік мәні зор. Ол шығармаларында өз заманының тыныс тіршілігін, халқының аңсаған армандарын, бүгіні мен ертеңін шебер суреттеді. Сегодня на конференции собрались и студенты. Для них это замечательный повод начать изучать казахскую литературу, ведь она настолько разнообразна. Халықаралық конференцияға түрлі ғалымдар келіп, өзінің әртүрлі тақырыптардағы баяндамасы қозғалып жатыр. Мұхтар Әуезовтың жазған шығармаларындағы қыз тәрбиесі туралы тақырып бүгінгі конференцияда бірнеше рет қозғалып, қазақта әлі күнге дейін өте өзекті тақырыптардың бірі екендігі баяндалып жатыр. Осы орайда мемлекет басшыларына немесе Семей қаласының әкімдігіне, сонымен қатар түрлі зиялы қауымдарға түрлі ұсыныстар ғалымдар тарапынан келіп, соларды мемлекет тарапынан қолға алуға байланысты да түрлі ұсыныстар айтылып жатыр. Сонымен қатар бүгінгі конференция аясында жазушының өмір баянынан сыр шертетін көрме ұйымдастырылған. Көрмеде Абайдың Жидебай бөрілі мемлекеттік тарихи мәдени және әдеби мемориалдық мұражай қорығы, Семей қаласының облыстық тарихи өлкетану музейі, қазіргі заман тарихын құшақтау орталығы, Абай атындағы тарихи өлкетану мұражайы, Мұхтар Омарханұлы Әуезов атындағы педагогикалық колледжі өз экспозицияларын ұсынған. Енді Мұхтар Әуезовтің 125 жылдық мерейтойы тойланып жатыр. Бүгін басталған жоқ. Осы жылдың басынан бастап үлкен шаралар өткізілді. Соның көбіне мұрындық болып отырған біздің Шәкәрім шаңырағы. Шәкәрім, Мұхтар, Абай ол бір өзгермейтін бір бірлікте, бірімен бірі. Сондықтан да Мұхтар Әуезовтың бүгін үлкен ғылыми практикалық конференциясы өтіп жатыр, халықаралық. Үлкен ғалымдарымыз келіп жатыр. Алыстан, жақыннан, Турциядан келіп жатыр, Нидерланддан, тағы да басқа жерлерден. Енді біз айтатынымыз тек қана осы конференциямен ғана шектеліп жатқан жоқпыз. Бұған дейін бізде мына Әуезов оқуларына байланысты мектеп оқушыларының арасында үлкен олимпиада өткізілді. Сол олимпиаданың жүлдегерлеріне біз Шәкәрім университетінің грантын тағайындап жатырмыз. Празднование юбилея великого писателя продолжается в музее-заповеднике имени Абая Жидебай бөрілі. Здесь организована выставка, в которой ярко выражается сильная личность и образ Мухтара Әуезова. Музей организовал креативную галерею, в которой представили картины писателя разного возраста. Также особое внимание уделили творчеству писателя, поэтому была организована и книжная выставка. Әуезов әлемі бейнелеу өнерінде атты көрмесінде Мұхтар Омарханұлы Әуезовтың балалық шағынан кемелденген жасына дейінгі фотосуреттер қойылған. Өздерің жақсы білесіңдер, ұлы жерлесіміз, заңғар жазушы Мұхтар Омарханұлы Әуезовтың туған күні
бұл ерекше күн. Бүгін Мұхтар ағамыз 125 жасқа толып отырған күн. Бүкіл ел болып, бүкіл Қазақстан болып, Мұхтар ағамыздың 125 жылдық мерейтойы тойланып жатыр. Бұл республиканың астаналарында, Астанада, Алматыда, Академияда, өзінің атындағы бүкіл облыстардың орталықтарында тойланып жатыр. Напомним, что торжественные мероприятия, посвященные юбилею писателя, продолжатся в Абайском районе, на родной земле Мухтара Ауэзова. Кроме того, состоится открытие вновь обновленного мавзолея Енлик Кибек.